Сәлем достар! Біз Қызылжар телеарнасының ұрпақ бағдарламасына әрдайым сіздерге ең қызықты әрі өзекті сюжеттерді ұсынуға тырысамыз. Бүгін біз ерекше бір жердеміз, Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы академиясында. Бұл еліміздің қорғаныс саласы үшін жоғары білікті офицерлерді даярлайтын бірегей оқу орны. Бұл академия несімен ерекше. Қарапайым әскери оқу орындарынан айырмашылығы, мұнда болашақ офицерлерді даярлау жүйесі ерекше. Оқуға түсетін әрбір курсант тек теориялық білім ғана емес, нағыз әскери қызметке қажет практикалық дағдыларды меңгереді. Біз бүгін осындай маңызды дайындықтың бір бөлігі болып табылатын мен болашақ офицермін үйірмесінің жұмысын көрген болатынбыз. Басқа әскери оқу орындарында бұл деңгейде оқыту жоқ. Мысалы, көп жерде курсанттар тек теориялық білім алады, ал мұнда олар әр дағдыны іс жүзінде меңгереді. Бұл академияны бітірген сарбаздар мен офицерлер өз саласының үздіктері болуға дайын. Мен болашақ офицермін үйірмесі болашақ сарбаздардың алғашқы қадамы. Осы академия базасында жұмыс істейтін мен болашақ офицермін үйірмесіне мектеп оқушылары әр сенбі сайын қатысады. Олар мұнда әскери тәртіпті, командалық жұмыс принциптерін, көшбасшылық қасиеттерді және нағыз сарбазға қажет дағдыларды үйренеді. Бұл тек әскерге дайындық емес, бұл болашақ өмірге дайындық. Бұл кадрларда көптеген әскери құрал-жабдықтарды мен техникаларды көруге болады. Негізі әскери техника жүргізу болашақ командирлер үшін маңызды тәжірибе. Әскер тек атыс қарумен шектелмейді. Бұл жерде оқушылар әскери көлік жүргізуді де үйренеді. Олар арнайы тренажерларда дайындалады. Мұнда нағыз әскери техниканы басқару модельденген. Төтенше жағдайларда қалай әрекет ету керек, қандай бұйрықтарды орындау қажет, барлығы мұнда үйретіледі. Бұл академияда болашақ офицерлер қалай дайындалады? Академияда оқыту жоғары деңгейдегі әскери білім беру жүйесіне негізделген. Курсанттар физикалық дайындықтарын жетілдіреді, әскери тактикаларды меңгереді және де экстремалды жағдайларда әрекет етуді үйренеді. Неге әскери дайындық маңызды десеңіз, әрбір мемлекеттің қауіпсіздігі кәсіби әскери мамандарға байланысты. Осы академияда білім алған түлектер еліміздің шекарасын қорғайтын, бейбітшілікті сақтайтын болашақ офицерлер. Сондықтан дәл осындай оқу орындары Қазақстанның қорғаныс қабілетін арттыратын болады. Журналистика бұл әрқашан күтпеген жағдайлар, күтпеген эмоциялар. Біз бір сәтте бір жерде болсақ, келесі секундта мүлде басқа жерде басқа оқиғаның ортасында жүруіміз мүмкін. Қазір мен ұлттық ұлан академиясының басқа корпусына жүгіріп барамын. Өйткені бұл жерде ең қызықты сәттерді түсіру ешқашан бітпейді. Экранда сіздер Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы академиясының макетін көріп тұрсыздар. Бұл макет академия аумағының толық құрылымын дәл бейнелейді. Мұнда әрбір ғимарат оқу корпустары, жаттығу алаңдары мен әскери техникаға арналған аймақтар анық көрсетілген. Әскери қызмет кез келген мемлекеттің қауіпсіздігі мен тұрақтылығының кепілі. Сондықтан болашақ офицерлерді дайындау тек әскери міндет қана емес, бұл елдің қорғаныс қабілетін нығайтудың маңызды бөлігі. Мұнда әрбір сабақ болашақ офицер үшін маңызды қадам. Үйірменің жетекшісі әскери кафедраның тәжірибелі оқытушысы Шайхметов Қапас Серікұлы. Ол шәкірттерге барлық білімін беруге тырысады. Біз сіздер үшін ең қызықты сюжеттерді дайындауды жалғастырамыз. Осы жексенбі 23 ақпан күні сағат 10:00-де біз ұлттық ұлан академиясының мен болашақ офицер үйірмесі туралы арнайы репортаж көрсетеміз. Мұнда біз академия өмірінің ең әсерлі сәттерін ұсынамыз. Сіздермен бірге болған Қызылжар телеарнасының ұрпақ бағдарламасы. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше.